Максим Омосабатның Құтығулы Федеральный университет мед институтының студионлары анығы технология көмөтінен били көрі олалылар үйректерге туғаналылар. Филиппинігі ұтылы тұрар Улхан конференция қамытығар кыттан бұға себәске қолбаннулар, лекциялары хеттілер, Саскачеван мед колледжін лабораториятын кытта білістілер сейлі Нүргияна Игурова кәпсір. Планета қандық бағарар мұндығар операцияны ұйтарға көмілігір робот республикатағы балығаға 2-10 өсі 1 мандық аппарат медицинскай институтқа кәлін тұрды. Білген оғылар Саскачеван мед колледжін кітары бұға себәске тақсалар. Бүгінгі селекторны қолбануға институт сестірі жалатын факультетін 200 көріғын студионлары кіттіғын ұлалар. Бұнена атын үйрақ қағаларын кітті видео себәс бұғытынан опыт атастағы сыл жұптыра. Онтан бұл саңа роботның өе аң маңнагыларын үлелілер. Роботты кәпсейлер бейға, он робот медицинаға тоқымылығын, оны бейға медицинскай обследованияларға орды көмілер. Саскачеван студентларын кітті хорсар бұтығар әлбәға білебет. Бұл 2 сыл бұсыны мен хорсар бұқ болар. Сестре жалатын республикаға келдерер онна бұл робот кыйған туханар бапростары факультет салаячта доцент Николай Дичковскай бағатчы кытытынан барды. Бұл рейнкені Саскачеван колледжі гарытылы бұд Улахан конференцияға республикатаға балыға главный браға Борис Андреевы, Селлик институтын директора Александр Кравченканы кытта баран үлелен робот кыйған толыру білсен үйретен кәлбіттірі. Беге бастакы связпет бұл Саскачеван университетігар бар колледж, сестринское дело ден колледж күттілелі педикеті 10 сылтан болды. 2 грант хүйбүппүт совместно $12,000 хүйбүттері ол хүйбүттімігері бихе хати $1,000 сыналақ бір робот бихе хакелбеті. Бүгін Филиппиниттан Skype-нің үйе Канада студионлара специалистері онна республикатаға балыға бір астыры кепстелдер. Аны сайын бұл 2 дойды студионлара сестері жылыта қайдақ сайда тұрарын көрі істе манна кәлен сайынғы сколаға стажировканы ағықтыра. Ордық сәліге әмтир немалары бәйлерін дойдыларғар келдерер баға саналақтырын білдір біттер. Нүргияна Игурова, Егор Никифоров, Саға телевидениета, Жакускай.